Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай тауық еті мен картошканы маринадтап тұқыртқы деп пісіретін боламыз. Алдымен лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Енді тауық етін өз қалауларыңызша ұсақтап турап аламыз. Алдын ала турап қойған. Шілей майда емес, ірі емес, орташа көлемде туралды. Және де 2 бас сарымсақ, яғни чеснок үккіштен өткіздіп, және де орташа көлемде туралған картошкамызды қосып, татымына қарай паприка, тоз, окарашканың кез келген приправасын қоссаңыздар да болады. Мен көз мөлшермен жасадым. Сіздерде егерде окарашкаларыңыз көптеу болса, бұдан да көп қоссаңыздар болады. Майонез кетчуптың артық қосқаны ештеңе етпейді. Және де сұйық май бір пияладай. Барлығын қолымызбен жақсылап араластырып, 1-1,5 сағатқа маринадтап қоясыздар алдын ала. Сол кезде тұзы сіңіп, паприкалары, приправалары сіңіп, жақсы шығады. Мінекей 1 сағат өтті менде. Маринадталған тауық етімізді табамызға салып, қызып тұрған пеште 250 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Табамызды алдын ала қыздырамыз тұқыртқымызды. Мінекей 40-45 минутта осылай жұмсақ болып пісіп шығады, осылай қып-қызыл болып. Сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде. Балдар өте сүйсініп жейді. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қазақша каналының дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Ас болсын.